Менің мына видеом Нұрлан имамға арналады. Мен жаңа көріп қалдым сіздің видеоңызды. Сіз айтпақшы конкуренттеріңіздің көре алмай айтқан сөздері жүрегіңізге қатты тиіп кетіпті. Нұрлан аға, көңіліңізді түсірмеңіз. Мен сенімді түрде айта алар едім. Халықтың 99% сізді жақсы көреді және өте қатты қолдайды. Сіз самый лучший. Жалпы мен өз басым айтатын болсам, мен атеист қызбын. Болғам деп айтайын. Мектеп кезінде мен өте қатты атеист болдым. Өсе келе жүректе Құдайдың, жаратушының бар екеніне сенімділік оянды. Бірақ мен діннен өте қатты қорқатынмын. Нұрлан ағаның айтатыны рас. Өйткені дін жолында жүргендер, діншіл адамдар, имам адамдар дінмен адамды өте қатты қорқытады. Дінге жаңадан бет бұратын адам ретінде айтатын болсам. Өйткені шашын жайып қойдың ба, тозаққа түсесің. Қолыңды қусырып қойдың ба, тозаққа түсесің. Бүйтіп қарап қалдың ба, тозаққа түсесің. Сөйтіп қалдың ба, тозаққа түсесің. Соңында ойланып қалсың, қолыңды бір сілтейсің. Қойшы, мынандай категориямен 99% адам тозаққа түседі. Енді ерекшеленбей солармен бірге тозаққа түсе берейін деп ойлайсың да, дауы бар ғой, реально. Бірақ Нұрлан имамның арқасында мен ислам дінінде жарық бар екенін, сәуле бар екенін, махаббат бар екенін, Алланың сондай кешірімді екенін, ол адамдарды тек қана жақсылыққа жетелеуге, жақсы өмір сүруге ғана арналған зат екенін түсіндім. Менің жүрегімде қазір исламға деген сәуле бар. Ол сәулені жаққан сіз. Ал қалған сізді көре алмай сөйлей берген адамдар, тіпті көре алмаушылық исламда харам ғой. Олар таза мұсылманда емес шығар. Көңіліңізге алмаңыз. Ең бастысы, сіз өзіңіздің миссияңызды орындап жүрсіз, және результат бар. Және мен Нұрлан имамды жақсы көретін тағы бір себеп, ол кісі андай таза мұсылман да, нағыз мұсылман, және қазақи патриот, өз елінің патриоты, өте білімді, эрудированный, он такой умный, чувство юмора какой. Такой самый лучший, он самый лучший. Мен сіз секілді ағам болған өте қатты қалар едім. Настроение түсірмеңізші. Подписаться дегенді басып қойыңыздар. Алла разы болсын.